әрқайсымыздың өмірімізде бір ойынды ойнап өткен шығармыз, иә. Бәрібір экшен, головоломка, хоррор, симулятор. Менде де ондай ойын бар, и оның аты Cuphead. Я, бәріміз бұл ойынды Арман Ежен Нұрлан Қаламовтың видеосынан білетін шығармыз, бірақ мен бұл ойынды шыға салып ойнаған болдым. Ойын 2017 жылы 29 қыркүйекте шықты. И шыны керек, ойын өте қиын. Егер сен бір бастықпен шайқасып жатсың, и одан жеңіліп қалсаң, сен шайқасты қайтадан бастайсың. Сондықтан өте мұқият болу қажет. Сюжет. Cuphead және Магмен екі бауыр ойнап жүріп казино тауып алады. Ойнап жүріп қалай картаны өтуге болады? Ладно. Сол казинода кубик басты King Dice кездеседі, и сонымен ойын ойнайды. Олардың жолы болып біраз рет ұтады. Олардың ұтып жатқан көрген дьявол оларға тағы бір рет ойнайық дейді. Ұтсаңдар казиноның ең керемет заттарын аласыңдар. Cuphead сеніп ойнағысы келеді, ал Магмен бұның бәрі алдау екенін сезеді. Cuphead кубикті лақтырып ұтылып қалады. Ой, чмо. Cuphead пен Магмен найбат етіп кеткен дьявол олардың жанын алам дейді. Екі ағайын оларды жіберуін сұрайды. Дьявол оларға контракт жинауға жібереді. Екі малолетних дебила өзінің атасына келеді. Ол оларға зелье береді. Сол зельені ішіп, қолдан лазер атуды үйренеді. Осылайша ойын басталады. Бізге контракт жинау үшін бостармен шайқасу керек, ал бұл ойында бостар көп, и әрқайсысы әртүрлі. Біреуі роботқа отқан ата, біреуі жалынды айтағыр, ал қалғаны тіпті көкөністер. Сол көкөністер біздің ең бірінші бастығымыз болады. Бұл ойында өту үшін 3 режим бар. Олар оңай, орташа және эксперт. Эксперт тек дьяволды ұтқанда ғана ашылады. Ал орташамен жеңсең саған жол ашылады және контракт беріледі. Ал оңайдасаң тек жол. Тағы да мына кабанмен сен өзіңнің шайқасуға заттар ала аласың. Олар тағы да лазерлер, жүректер және тағы да басқа заттар береді. Бірақ бұл заттарды алу үшін ақша қажет. Ақша алудың екі түрі бар. Олар мына уровендерді өту, болмаса картадан табу, тіпті мына жетілдердің өзі саған ақша береді. Бостар бұл ойында әртүрлі. Біреу оңай, біреуі қиын. Алай-былай бостармен шайқасып King Dice'қа да жетеміз. Бұл Майнкрафттар бізге дьявол қазірше бос емес, оданша менімен шайқасыңдар дейді. Бірақ шайқасу деген мағынамен оның 9 көмекшісімен шайқасуға тура келеді. Как будто біздің проблема аз сияқты. King Dice'ті ұтып дьяволға бар болған контракт беруіміз қажет, бірақ ол бізге контрактпен қоса менің көмекшілерім болыңдар дейді. Біз әрине оған кеттен деуімізге болады, бірақ келісуге де болады. Дьявол ашуланады, и біз дьяволмен шайқасуымызға тура келеді. Соңында ол жылайды, кешірім сұрайды, и біз контрактор жағып ойынды бітіреміз. Елдің бәрі бізге рахмет деймі бірдеңке дейді, содан кейін ойын бізде керемет бітеді. Естественно, маған ойын өте ұнады. Саған да ұнаған шығар деген ойдамын. Ал сіздермен ол Жас Тоқабай бол қазақша анимация. Егер видеоны сал, лайк басып, комментарий ұмытпа, ал сау болыңдар.